Сәлем, сіздермен кино әлем. Бұл келесі құрбан фильмі. Со деген студент қыз құрбысы Джумен кездесуге барады. Джу кафеде отырып, соның смартфон арқылы стрим жүргізіп отырады. Сол жерде бір жігіт үнемі стрим жасау сәнге айналды, әдемі қыздарға ақша жібереді жігіттер деп әңгіме қозғайды. Со оған қатты сөйлеп сөзбен орнына қояды. Бұдан әлгі жігіт те, кафе қызметкерлері де шошып қалады. Колледжде оқытушы Соға оны үлкен интернет қолдау орталығы, яғни колл-центрге стажер ретінде жіберетінін айтады. Со бұл жаңалықты досы Тэйге айтып, екеуі би-батыл жасайды да дүйсенбіде жұмысқа шығатынын айтады. Со колл-центрге жұмысқа шығады. Жаңадан келгендерді бастығы Джун қарсы алады. Джи деген қызметкер Соға қоңырауларды қалай қабылдау керегін, дайын мәтіндермен подсказкалар арқылы қалай жауап беру керегін көрсетеді. Со бірден байқайды, қызметкерлер клиенттерге көмектескеннен гөрі оларды компания қызметтері әрі қарай қолдануға үгіттеумен айналысады екенін. Соңында басшылық видео байланыс арқылы жоспардың төмен екенін айтып, бүкіл ауысымдағыларға ұрсады. Көп ұзамай Соға ашулы клиент қоңырау шалады. Қосымша қызметтерді тықпалағанда клиент боқтап сөйлей бастайды. Бұл дөрекілік соның ашуын шығарады. Бірақ Джун оны сабырға шақырып, кем дегенде жарты норманы орындауға көндіреді. Түскі үзілісте Со оқытушымен кездесіп, құжаттарға қол қояды да жұмысының мүлде отстой екенін айтады. Алғашқы жалақысын алған кезде келісім шартта көрсетілген сомадан аз екенін байқайды. Неге солай деп сұрағанда, Джун егер стажер норманы орындамаса, жалақы өзгеретін келісім шартта жазылған деп түсіндіреді. Достарымен отырып, Со бұл жерде адамдар көп тұрақтамайтынын айтады. Өзі де кетуге дайын болып жүреді. Бір күні бір қызды клиент боқтап, мүлде есеңгіретіп тастайды. Джун қоңырауды өзіне алады, бірақ ашулы клиент оны да ашуландырады. Бұл жағдай жоғарғы жаққа шағым болып жетеді. Басшылық Джунға клиентке өзі барып, жағдайды реттеуді бұйырады. Үзіліс кезінде Со Тэйге барып, оны аға әріптесінің қысып жүргенін көреді. Үзіліс бітіп, Со қайта жұмысқа кетеді. Басшылық одан клиенттерге жаңа тарифтерді міндетті түрде тықпалауды талап етеді. Жұмыс одан сайын қиындайды. Артық жұмыс басталады. Бір клиент Соға тиісе бастағанда, ол қатты ашуланады. Джун оны үйіне жібереді, ал өзі бос кеңседе жалғыз қалады. Келесі күні таңертең аула сыпырушымен және Су жұмысқа бара жатып, тұрақта тұрған көліктен басшысы Джунның өлі табылғанын көреді. Осы оқиғадан кейін кеңсеге басшылық пен полиция келеді. Артынша жаңа менеджер келіп, ешқайда кетпегенін, бәрібір жұмыс істеу керек екенін айтады. Бірақ Со жұмыс орнына отыра алмай қиналады. Джунның қырқында Со оның жесірімен кездеседі. Сол жерде әріптестерге жерлеуге келуге тыйым салынғаны белгілі болады. Тек Со ғана келген. Жұмыста бәріне сыйақы үшін Джунның кеңседегі мәселелері негізсіз деген қағазға қол қойдырған екен. Со қол қоюдан бас тартқанда, жаңа менеджер оны бүкіл команданың алдында ұрсады. Соның көрсеткіші ең төмен деп жалақысын азайтады. Кейін Со Джумен блогер болу нағыз жұмыс емес деп ұрсып қалады. Бірақ басшылық қысым көрсеткенде Со амалсыздан қағазға қол қояды да
конвертпен сыйақы алады. Ол көбірек ақша табу үшін бар күшін салып жұмыс істей бастайды. Тіпті өз айлаларын әріптестерімен бөліседі. Бірақ Тей нормадан артық орындасаң, норманы көтеріп жібереді деп ескертеді. Со тіпті баласынан айырылған әкеге де қосымша қызмет тықпалауға тырысады. Бірақ есепке келгенде оған тағы да толық төлем жасалмағаны анықталады. Менеджер стажерларға сыйақы бірден төленбейтінін, компанияның солай сақтанатынын айтады. Барда әріптестермен отырып, со ешкімге белгілі бір лимитпен артық ақша төленбейтінін біледі. Бір әріптесі оны жоспарды артық орындаған үшін ақмақ деп мазақтайды. Со оған шапалақ береді. Осыдан кейін со клиенттерді үгіттеуді қояды да тек олардың сұрағанын орындаумен шектеледі. Бұл менеджердің ашуын келтіріп, тағы да жанжал шығарады. Со 3 күнге ақысыз жұмыстан шектеледі. Алғашқы күні ол құрбысымен караокеде ішіп қатты мас болып қалады. Бірақ Джу оны жағдайы ішкеннен емес екенін байқайды. Соның қолындағы тамырлары кесілген болып шығады. Қызды ауруханаға апарады да ата-анасы алып кеткенде Со жұмыстан кеткісі келетінін айтады. Бірақ ата-анасы оны елемейді. Кейін стажировка ұйымдастырған оқытушы Соға мектептің көрсеткіші үшін жұмысқа қайта баруын сұрайды. Со соңғы демалысында тағы да ішеді. Ол Теймен кездескісі келеді, бірақ ол қоңырауға жауап бермейді. Со жалғыз өзі кафеде барып, сыра ішіп отырады. Үйіне жаяу қайтып бара жатып, Со су жағасында тоқтап, қар жауып тұрған кезде толқынды суға қарап тұрады. Сосын су қоймасына түсіп кетеді. Таңертең полиция оны тауып, қатып қалған денесін судан шығарады. Детектив Юджин мен серігі оқиға орнына қарайды. Мәйіт моргқа жіберіліп, ата-анасын шақыртады. Анасы шыдай алмай жылап жерге отыра кетеді. Тергеу барысында соңғы сөйлескен адамы Тей болғанын анықталады. Детективтер соның бөлмесін тексеріп, хат не басқа белгісіз іздер іздей бастайды. Кейін олар атышулы колл-центрге барады. Менеджер сыйақы үшін болған төбелесті жасырып қалады. Тек жұмыстың ауыр екенін айтып, құтылып жауап береді. Бастық та бұл туралы білмеймін дейді. Соның заттарын алып, детективтер кеткелі жатқанда бір әріптесі келіп, бұрын Джунның да өзіне қол жұмсағанын айтады. Бұл жағдай бәріне, соның ішінде Соға да қатты әсер еткен. Юджин істі қайта көтереді. Бұрынғы менеджер стажерларды қанау, ауыр еңбек жағдайы туралы хат қалдырғаны белгілі болады. Бірақ іс жабылған. Детективтер Джунның жесірімен сөйлеседі. Ол компанияның заңгерлері сотқа берсең де ештеңе ұтпайсың деп бітімге көндіргенін айтады. Сонымен қатар Джунның беделін кейін қолдан түсіріп, ұрлық көңілдес құмар ойындармен байланыстырғанын айтады. Юджин болған оқиғаны қайта қалпына келтіру үшін асханаға барып, Со жиі тапсырыс берген тамақты сұрайды. Кейін би залына барып, репетиция видеоларын көреді. Артқы жақта Со көрінеді. Ол депрессияда жүрген адамға ұқсамайды. Юджин би үйірмесінде адамдармен сөйлеседі, бірақ маңызды ақпарат ала алмайды. Тергеу соның бұрынғы әріптесіне апарады. Ол Соға лайықты сыйақы төленбеген соң қатты көңілі қалғанын айтады. Соның қатар басшылық стажерларға Джун туралы айтуға тыйым салғанын жеткізеді.
Кейін соның әкесі детективке оның телефоны мен жалақы қағаздарын әкеледі. Қыз қанша артық жұмыс істесе де өте аз ақша алғаны анықталады. Әкесі қызының жұмыстан кеткісі келгенін айтпағанын мойындайды. Барлық деректерді жинаған Юджин компания басшылығына барады. Олар артық жұмыс стажерлардың өз еркімен болғанын, ал сыйақылар келісім шартта кешіктіріліп төленетіні жазылғанын айтады. Соның үстіне колледжді кінәлап, проблемалар студенттер жібереді дейді. Полиция бастығы Юджинге істі жабуды бұйырады, бірақ ол тоқтамайды. Юджин Джуды табады. Ол ішіп есінен танып қалған. Ауруханаға барады. Джу стажировкадан кеткісі келгенін, бірақ оңай босатпайтынын айтады. Ол өзінің құрбысының өліміне кінәлі санамайтынын жеткізеді. Тергеу барысында көптеген компаниялардың арзан жұмыс күші ретінде стажерларды пайдаланатыны белгілі болды. Оқытушылар да корпорацияға тәуелді екенін мойындайды. Бөлімде Юджинге бұл жүйеге ешкімнің жеке трагедиясы маңызды емес екенін айтады. Соңында Юджин соның анасына барып, оның бимен айналысқанын білген-білмегенін сұрайды. Анасы білмегенін айтады. Моргтан шыққанда Юджин теге хабарласады. Кейін соның телефоны табылғаны белгілі болады. Қыз өлер алдында барлық мәліметті өшіріп, тек бір ғана видеоны қалдырған. Онда Со билеп жатыр. Сол видеоны көріп отырып, Юджиннің көзіне жас келеді. Ол үміт пен арманға толы жас өмірдің осылай аяқталғанына жаны ауырады. Осылайша фильм аяқталады.